4,5 жылдан бері Стамбулда тұрам. И осы жақта менде бірнеше рет таксистермен қызық ситуациялар болды. Жалпы Стамбулдың таксистері ол бір бөлек әлем, бөлек әңгіме. Олар туралы кино түсіруге болады, олар туралы кітап жазуға болады, олар туралы айтатын әңгіме өте көп. Әсіресе туристер жүретін аудандарда таксистер көп алдайды, жынды қылғысы келеді адамдарды. Сондай менде бірнеше ситуация болды осында 4,5 жылдың ішінде. Соны біреуін айтып берейін сізге. Бір күні менің үйімнің алдынан мен такси ұстаймын, кәдімгідей сары такси, таксопарктікі официальный таксиге отырам. Үйіміздің қасында 15 минуттық жерде Mall of Стамбул деген үлкен ойын-сауық орталығы бар. Ол жерге бару 100 және 150 лираның аралығында тұрады ол кезде. Ол 3000 теңгенің айналасында. Содан мен таксиге отырам. Таксист жас жігіт телефонмен сөйлесіп отырады. Бір әңгімелері бітпейді ғой түріктердің, өте көп сөйлейтін халық, кешірерсіздер. Бірақ содан отырған кезде жас жігіт телефонмен сөйлесіп отырады. Мен Mall of Стамбул деп адресті айтам. Ол иә дейді да отыра береді. Қарасам, таксиметр болады, айнада былай айналып тұратын. Сол айнадағы таксиметрді қоспаған. Ол егер қоспаса, жалпы ол заңсыз, міндетті түрде қосу керек. Ол саған қоспай барғаннан кейін 1000 лира деп тұру мүмкін да. Сол үшін таксиметрді қосыңыз дедім. Маған қарады да, иә деді. Таксиметрді қосыңыз деп 2-3 рет айттым. Содан телефонды қойды да, абла, мен сені 400 лира, негізі 500 лира болады, бірақ мен сені 400 лираға апарып тастайын деді. Мен былай қарадым да, сен жындысың ба? Мен күнде 120 лираға барып жүрген жерім ғой ол дедім да. Қой, мүмкін емес дейді. Бірақ өзі сол жаққа қарай кетіп бара жатыр да. Мүмкін емес ол 120 лира деген дейді да. Мен постоянно барам 120 лираға, сен жындысың ба? Таксиметріңді қос біріншіден, екіншіден өлсе де о жақ 400 лира болмайды деймін да. Жақсы, онда жақсы, мен сізді 300-ге апарам дейді да. Жоқ, мен 300-ге бармаймын дедім да. Бармаймын мен 300-ге. Содан бармайым дедім, бір кезде жынданып бүйтіп резко бұрылып кетіп жоғарға қарай көтеріп кетті да. Көтеріп баратыр, мен қаяққа баратсың дедім да. Сені үйіңе алып баратырмын дейді да маған. Сосын үйімнің қасынан өтіп кетті. Сосын бір кезде тұрдым, сен басың жасай ма? Мені қазір қай жерден алдың, сол жерге алып бар дедім да. Әдейі біткен андай улычкалармен сөйтіп жатыр. Күндіз енді таңертең сағат 11, қорқынышты емес ештеңе, бірақ жаңағыдай адам жоқ, машина жоқ жерлермен жүріп жатыр да. Сосын мен айттым, тез мені қайдан алдың, сол жаққа алып бар дедім. Сенікі вообще заңсыз, енді түрікшемде аз ғой, бірақ ұрысуға жетіп жатыр. Сосын бір кезде бейтіп отырып бұлданып да, таксиметрді қосқан жоқ, мен ақша бермеймін деп жатырмын. Сосын мен айттым, мені үйімнің қасына апарып таста дедім, мен басқа таксиге отырып кетемін дедім да. Бір кезде кәдімгідей андай газон, енді жолдың бойы просто сондай уақыт, машина жоқ та. Газон үшінде көп иттер жатыр да, андай даланың иттері. Сол жерге тоқтатты да. Онда осы жерден түсті, үйіңе бар дейді маған. Мен машинадан түстім да, телефонымды алдым да, сыртында номер жалып тұрады ғой, бейткен 34 TLG, TLS деген сияқты да, сосын 96, 25 деген түсіріп алдым ғой. Қазір мен сені полицияға берем дедім. Ойбай, абла, отыр, үйіңе апарып тастаймын. Абла, үйіңе отыр, апарып тастаймын деп, отыр машинаға апарып тастаймын дейді да. Олар жаман қорқады, себебі олар зарегистрированный таксилер ғой, таксопаркта зарегистрирован. Егер оның машинасының номерін білсе, сразу оның кім екенін білет, и оны кәдімгі таксисттің лицензиясынан айырып тастайды да, и үлкен штраф төлетеді. Келесте естеріңізде болсын, Стамбулға келіп сізді таксист алдаса, сразу суретке түсіріп алыңыз. Бір кезде ойбай, абла, отыр, апарып тастаймын, қайда апарайын деп та. Сосын отырдым, басқа торговый центр бар еді, Мармара парк деген үйдің қасында жақында. Мармара паркқа апарып таста дедім. Сосын апарып тастады Мармара паркқа. Мен абла, пожалуйста, полиция бермеш, өйтпеш, бүйтпеш деп та жалынып, сөрден түстім де кетіп қалдым. И для меня это был большой лайфхак да. Үлкен мен үшін лайфхак болды да.
солай полициямен қорқытуға болады Турцияда таксисттерді. Себебі оларға өте қатаң жаза қолданылады.